Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, біздің әлеуметтік желіде көрермендерімізге қайырлы күн. Бүгін ой қалған істерің сәтімен жүзеге ассын деген әдеттегі тілегімізбен біз бүгінгі сұхбатымызды, бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін біздің бағдарламамызға арқау болып жатқан тақырып жалпы әлеуметтік желіде осы Iron Man имам деген аталып жатқан имам, осы Атырау қаласындағы Мәулімберген мешітінің бас имамы Наркес Бақытжан ұстазымыз келіп отыр. Осы ұстазымызбен бүгін осы тақырып аясында сөз қозғайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір. Жақсы ба? Жақсы. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Жалпы енді әлеуметтік желіде болсын, жалпы өзіңіздің бір осы үлкен бір додаға барып келгеніңізді көріп естіп біліп жатырмыз. Iron Man деп аталады екен ол. Жалпы алдымен осыған тоқталып кетсеңіз, бұл енді қандай мағына береді, бұл жаңа жобаға, бұл спортқа қатысу қалай жүзеге асады деген сияқты ғой. Соның ішінде әсіресе имамдардың арасында бір жалпы елде ма, әлемде ма бір жалғыз имам ретінде танылып жатырсыз. Осыған бірінші әңгімемізді осыдан бастасақ. Енді мына Iron Man деген ол әлемдік бір бренд. Енді спорттың жинағы ғой, былай айтқан кезде триатлон деген спорт. Триатлон дегеніміз үш спортты қамтиды. Біріншісі жүзу, екіншісі велосипед, үшіншісі жүгіру. Негізі бұл олимпиадалық спорт негізінде. Енді біз любительскийміз, әуесқой, профессионалдар да бар. Бұл спортпен енді жасың өтіп кетсе де қатыса беруге де болады. Шектеу жоқ. Енді алан қалауменен осы спортқа келгенім 1 жылға жетпейді негізінде. Оның алдында жүзуге қатысып жүрдік әшейін былай әуесқой болып. Одан кейін осы Iron Man шыққаннан кейін жігіттер, енді мешіттегі бір жігіттер атын айтпасын деді. Олар бір демеу жасап, ұстаз осы Iron Man'ді өтіп кетсеңізші. Сіздің енді спортыңыз осыған алып келе жатыр ғой деді. Жақсы деп сөйтіп алғаннан кейін бір 9 айдай дайындалдым енді. Бір жағынан мотивация дейсіз ғой. Бір жағынан мотивация. Енді имамдық жұмыспенен енді спортты күнделікті алып жүру деген ол өте жақсы нәрсе. Бұл дисциплинаға алып келеді. Бұл деген адамды денесін шынықтырады. Одан кейін өмірге өте қатты пайдалы нәрсе ғой, айтқан кезде. Сөйтіп сонымен айналыстық. Нартай деген жігіт бар бізде Атырауда. Осы барып келген кезде ол әлемдік 91 мемлекет қатысқан, сол Iron Man'де 8-ші орын алды. Ол негізінде бірінші немесе 2-ші орын алатын еді. Өйткені оның дөңгелегі, алдыңғы дөңгелек кішкене тормоз ұстап қалған екен. Жаңа ненің бе, велосипедтің, велосипедтің. Соған ол 8-ші орын алды. Мен сол жігітте үйрендім. Негізінде жүзуді Махамбет деген жігіт болды. Ол да барды бізбен бірге. Содан үйрендім. Оның алдында Ocean Man'де өттік. Ocean Man'ден де әлі имамдар өткен жоқ. Біз өттік алан қалаумен. Жалпы бұнда енді бұл әлемдік деңгейде өтті ғой, үлкен жарыс. Яғни Түркия, Анталия қаласында өтті, Түркияда. Негізі бұған жаңағыдай 9 ай дайындалдым деп тұрсыз ғой. Негізі оған жолдама беріле ме, қалай беріледі? Әлде өзің бабымен бағың сай болып тұрса кез-келген адам қатыса беруге бола ма? Жоқ, ол дайындықсыз қатысуға болмайды негізінде. Өйткені Iron Man дегеніміз ол жаңа айттық қой 3 спорт қатарынан болады. Біріншісі жүзу, 1-9 километр жүзу болады. Одан кейін одан шыға салысымен великке отырасың, 90 километр велик айдайсың 3 сағаттай. Одан кейін сол великті тастай салып жүгіресің, 21 шақырым жүгіресің. Бұл айтқан кезде полумарафонды жүгіріп шығасың. Осының барлығына негізінде дайындық керек. Дайындықсыз барса адам өте алмай қалады ол жерде. Соны енді Алланың қалауыменен сол өзімнің осы 9 айда дайындығымменен 6,5 сағатта өттім. 6,5 сағат тоқтамай жағандай. Соның барлығын өтіп шығу керек негізінде. Негізгі талаптары сол, Жалпы ол жерде енді биыл жүзу қалай өтті, қай жерде өтті, жаңа Анталияның қаласынан сол туралы тоқталып кетсеңіз. Ол жерде енді жаңа температура, ауа райы деген сияқты әсер етеді ғой адамдар. Енді Анталия ол білесіз ғой, Жерорта теңізінің жағалауында тұратын бір кішкентай қалашық. Сол жерде болды Iron Man. Сол пляжда енді қоршап қойған бір несі бар, жаңағыдай өзінің өтетін жер, жүзіп шығатын.
австралийский выход деп айтылады, сондаймен бірге болды. Енді біз жүзетін кезде гидрокостюм деген нәрсе болады, киіп аласың, батпайсың. Өйткені терең жерге келген кезде қаншама сен бір спортсмен бол, қаншама бір профессионал бол жүзуден, бірақ ана адам дегенде паника көтеріледі да, мен батып кетемін қазір деген мида. Сен сол миыңмен күресіп жатқан кезде ана гидрокостюм деген нәрсе сол адамды батырмайды, соған кішкене не істеп. Су салқын болды ма? Су енді болады, енді қатты салқын болған жоқ. Ең қызығы бұл жерде 2000 адам суға түскен кезде ана жақта бір-бірін соғады, бір-бірін ұрады, бір-бірін тартады жаңағындай. Сол көпшіліктің ортасын тесіп шығу керек қой. Ең қиыны сол. Енді судың үстінде оңай емес қой, біреудің аяқ несеп тартылып қалуы мүмкін деген сияқты. Соның бәрінен сәтті өтуді. Жалпы бұл жерде енді физикалық күшмен қатар психологиялық та адамға дайындық керек қой. Жалпы рухани күш қалай сізде болды? Ол жағынан дайындық қалай болды деген? Енді ол жағынан дайындыққа біз оның алдында Оушенменге қатыстық. Мен 2 рет Қапшағайдағы Оушенменге қатыстым, бірақ ол жерде 5 километрге қатыстым. 5 километрден де өте алмадым. Жоқ, өттім, бірақ берілген уақытқа кіре алмадым. Сәл ұзағырақ жүздім. Ең соңында Ақтауда болды бізде Оушенмен. Сол жерде 5 километрді 2 сағат 20 минутте өтіп шықтым. Жүзіп шықтым. Енді соның барлығы маған кішкене поддержка болды. Үйрендім да суда жүзуді. Одан кейін осы Атырауда бізде марафон болды. Сол жерде полумарафонды 21 шақырымды жүгіріп шықтым 2 сағатта. Одан кейін соның бәрін біліп алғаннан кейін сол психологиялық кішкене нең құрыла бастайды. Мен осы Ironman'ді өтіп жатқан кезде осындай қиыншылықтарды өтемін деген сияқты сенің басыңда сондай жоспар тұрады. Сол психологиялық неменен дайындықпен барасың. Өте жақсы. Жалпы енді қазір енді шүкір біздің имамдарымызда осы жалпы жан жақты екенін көрсетіп жатырмыз ғой. Жалпы әлеуметтік желіде жалпы әртүрлі пікірлер айтылады. Негізі көбіне имамды бір жақты деген сияқты. Осындай спорт жағынан да болсын, имамдардың белсенді әрі жаңағыдай осындай спортқа деген бейімділігін көрсету жалпы қоғамға қандай әсер береді деп ойлайсыз өзіңіз? Дін мамандарының осындай ортада белсенді болуы, жан жақты болуы. Негізі үлкен әсерін береді. Халықта имам десе, молда десе үлкен бір стереотип бар. Имам, молда десе мешіттен шықпайтын, басына сәлде орап алып, тек шапанмен жүретін, ешқандай да оқу, білім, спорт дегенмен айналыспайтын деген стереотип бар. Неге сол стереотипті біз бұзуымыз керек қой, айтқан кезде. Бұл стереотиптің барлығы халыққа өте жаман әсерін тигізеді. Әсіресе мына қазір дамып жатқан өзі мысалы спортсмен жігіттер болсын, басқасы болсын, соның барлығы мына имамның өзі үлгі көрсетіп жатқан кезде мәссаған, мынандай да қырлар бар екен ғой, шариғатта осындай да болады екен ғой деп жаңағындай әсерін тигізіп жатыр. Өйткені менде тағы да бір оқиға болды. Мен енді әлеуметтік желіге салып отырам. Жарыстарға қатысқанымда не істеймін, соңында ұстаз деп таңғалады да жаңағындай маған. Бір жігіт жазыпты. Ұстаз, мен негізінде жүгіретін адаммын дейді. Менде қаншама жыл қатыстым, бірақ дінге келіп намаз бастап соның бәрін тастап кеттім дейді. Мен айтамын, не үшін тастадыңыз десем, ол айтады, енді ана жарыстарға барған кезде әйелдер жүреді тыртиып жаңағындай, соның барлығы шариғатта болмайды ғой, соны тастадым мен сол үшін дейді жаңа. Мен айтамын, ол шариғатқа қандай қатысы бар оның? Енді жүгіруде шариғатымыз рұқсат беріп тұр, ешқандай тыйым жоқ. Енді сен барған кезде сен көшеде жүрсең де ондай жаңағыдай адамдарды көресің, базарға барған кезде де көресің. Бұл жердегі тақуалық сенің өзіңде емес пе? Көзіңді тый, сөйтіп қатысып жүре бер деген сияқты. Тура сол сияқты сол спорттың шеңберінде де тақуалық өте қатты әсерін береді негізінде. Адам ол спортқа барсын, басқаға барсын, тақуалығын сол жерде көрсетеді. Тақуалық екіге бөлінеді негізінде. Біріншісі тақуалық, ол тауға шығып кетіп, жалғыз өзің Алланы зікір етіп жүре бер. Екінші тақуалық, халықтың арасына кіріп, сол халықтың арасында тақуалық көрсету дейді. Бұл өте қиын тақуалық, бірақ сонда да біз халықтан қалыспауымыз керек, керісінше үлгі болуымыз керек. Міне мұсылмандар алда деген сияқты. Ислам діні ондай бір барлығына тыйым сала беретін дін емес деген сияқты, сол стереотиптерді бұзу керек. Дініміздің өзі жалпы мұсылманның қуатты болуы, жалпы
жаңағындай сау болуына көңіл бөледі ғой негізі. Иә. Жалпы осы жасқа барып келгеннен кейін де енді жаңағындай өзгерістер болып, немесе жаңа жастар тарапынан бір қызығушылық танытып жатқандар бар шығар, иә. Ондай жігіттер көп жазып жатыр. Ұстаз, мен де өтем, енді осы Ironman деген нәрсе шығыпты, бізде танысып жатырық, бізде өткіміз келеді деп шығып жатқан жігіттер өте көп әлеуметтік желіде. Мен өзім де бұл нәрсені білген жоқпын. 1,5 жыл бұрын мен білген жоқпын бұл нәрсені. Енді бір қыз бар бізде Атырауда, ең бірінші Ironman'ді өткен, София деген қыз. Енді оған мен рахметімді айтамын негізінде. Сол кісі көрсетті жолын негізінде. Мына осындайға барасыз, тренерге барасыз, үйренесіз деп, сөйтіп жүзуден бастап, сөйтіп ары қарай осымен айналысып кеттік. Жалпы енді оған белгілі бір деңгейде уақытпен немесе қандай көрсеткіш қойыла ма негізі? Мысалы, жүгірген уақытта осындай көрсеткіште өтуің керек, жүзуден осындай, жаңағы велосипедпен осындай деген сияқты. Енді бұл спорт дегеніміз мынандай ғой, біреумен жарысу емес. Енді біз әуесқой болғаннан кейін біз біреумен жарыспаймыз, біз өз-өзімізбен жарысамыз. Мысалға, мен өзімнің жүзуге қатысқан кездегі жарысымды уақытын белгілеп қойдым. Мысалға 5 километрді мен соңғы рет 2 сағат 22 минутта өтсем, енді келесіде 2 сағатта өтуге тырысамын деген сияқты. Өз-өзіңмен жарысасың. Жүгіргенде мысалға мен 21 шақырымда енді асықпай немен жүгірдім, 2 сағатта өттім, 21 километрді. Енді келесі жүгірген кезде мен жаңағындай 1 сағат 50 минут жүгіремін деген сияқты. Сондай мақсат қоясың. 3 сағатта мен 90 километр жүрсем, келесіде 2 сағат 45 минутта жүремін деген сияқты. Өз-өзімен күресесің ғой, былай айтқан кезде. Өз-өзіңді қамшылап дейсіз ғой. Келесі жалпы бұл енді жыл сайын жалғасып тұратын дәстүрлі жоба ма, әлде қалай? Иә, бұл әлем бойынша өтіп жатады, Тек қана Анталияда емес бұл. Бұл Италияда да, Германияда да, және қандай жерлер бар? Америкада да өтіп жатыр. Бұл енді Ironman мен өткенім жартылай Ironman. 70-те 3 деген бар. Одан кейін 90 дегені бар. Бөлінеді, иә? Ол дегеніміз толық Ironman. Енді оны өткен кезде болды енді таза Ironman болып шығасың, былай айтқан кезде. Оның енді шақырымы мынандай бар. 3 километр дейме, сондай жүзіп шығасың. 180 километр велик бар. Одан кейін 42 километр жүгіру бар. Енді оны өту үшін біраз жартының 3-4 Ironman өту керек ол үшін. Жалпы осы жарыс барысына бас-аяғы 1 жыл дедіңіз ғой, дайындалған. Өзіңізді жалпы қалай сезінесіз қазір? Қандай да бір физикалық тұрғыдан бір өзгерістер болып жатыр ма сізде? Енді бұл спорт біріншіден адамды дисциплинаға алып келеді. Бос уақыт болмайды. Тұрақтылық, сізде күнделікті жаттығу. Енді тренермен болғандықтан күніге бір жаттығу береді. Мысалға, бүгінгі күні бізде жүзу болса, келесі күні жүгіру мен велик айдау. Сондай күніге осындай жаттығулар болады. Аптасына 1 рет демаламыз. Сол үшін біз үйде боламыз, үйде таңертең балаларды садикке алып барамыз, одан кейін жұмысқа кетеміз, жұмыстан кейін осы спортымызды бітіреміз, 1-2 сағатта бітіріп тастаймыз, айналысып. Одан кейін үйге келесің, үйде отбасыңмен боласың. Былай айтқан кезде телефон қарау, телевизор қарау деген нәрсеге уақыт жоқ. Дисциплина қалып келеді, тәртіпке алып келеді. Толығымен. Жалпы енді көбісі жазып жатқан шығар, енді имамдық қызметпен жүріп бұл спортты қалай алып жүрсіз, қалай қатысып жатсыз деген сияқты. Сондай сұрақтар көп болатын шығар енді. Әлбетте, ондай сұрақтар өте көп. Жаңағындай TikTok имам деп атаған имамдарымыз бар. Одан кейін темір имам деген сияқты қазір неше түрлі аттар қойып жатыр ғой. Енді біз имам болғаннан кейін адамдарға үлгі болуымыз керек қой негізінде. Үлгі болсақ, біз өзіміз көрсете білсек, негізі дағуаттың, ислам дінінің дағуаты 10 адам баяғыда дінге келсе, соның бірі уағыз насихатпен келетін дейді, қалған 9-ы адамдардың, мұсылмандықтың сипаттарына қарап келетін еді дейді. Сол қарап отырмын, бізде қазір Атырауда спортшылар өте көп. Өткенде жаңағыдай статистика шықты ғой. Сол кезде Атырау облысы 1-ші орында тұр екен. Спортқа қатысушылар. Әуесқой жаңағыдай любительскийлар. Бізде өте көп қазір. Қатты жүгіретіндер өте көп қазір. Былай қараған кезде. Соның ішінде намазхандар да көбейіп жатыр. Айтқан кезде.
енді одан бөлекте енді сізді әлеуметтік желіде белсенді екеніңізді білеміз. Жалпы жаңа дәрістеріңізді өткізіп жатасыздар, жаңа сабақтар беріп жатасыздар деген сияқты. Бұл қалай жүріп жатыр қазір дәрістеріңіз, сабақ кестесі, шәкірт тәрбиелеу, бір руханиятқа деген сияқты? Өте жақсы жүріп жатыр. Бізде қазір дәрістерімізде және де шәкірттерімізде оқып жатқан бізде мешітте өте жақсы жүріп жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Алла қаласа тағы да дәрістерді қосып жүргіземіз. Кітаптарымызды бітіріп жатырмыз. Бітпей қалған дәрістеріміз жоқ, Аллаға шүкір. Үлгере алмай жатқан жоқпыз, барлығына үлгеріп жатырық. Сол керемет. Жалпы енді қазір қоғамда өзіңіз білесіз, зиянды әдеттер өте көп қой. Жаңағы тыйым салынған әдеттер бар. Жалпы бұл енді діни тұрғыдан емес, жалпы адамның денсаулығына өзіне тыйым салынған. Оның үстіне жаңа жастардың бос уақытында жаңа құмар ойын сияқты бір әдеттерді белең алып жатыр да, пайда болып. Енді соның барлығын алдын алуда жаңа өзіңіз айтқандай бұл сөз арқылы емес, іс арқылы көрсетуде жалпы мұсылманның бір айнасы, белгісі деп білуге болады ғой. Әлбетте. Өте жақсы, керемет. Жалпы енді алда қандай жоспарлар бар? Жалпы енді осы жолда одан әрі жалғастыра бересіз ба? Әлбетте жалғастырамын. Енді 2026-ға жоспарлар қойып жатырмыз. Бізде де Қазақстанда әлі триатлон жарыстары көп болады. Әсіресе Астанада болады. Одан кейін Түркістанда болады, Көкшетауда болады, жаңа Бурабайда. Тағы да бір жерлерде болады. Соның барлығынан өтуге енді жоспарлап жатырық. Соның бәрінен өтіп, келесі жылға тағы да бір Ironman'ді өтіп, одан арғы жылы Алла қаласа толық Ironman'ді өтуге енді ниет қойып жатырмыз. Иншалла, сол ниетіңізге жетіңіз. Енді әуес қой деп айтып жатсыз ғой, десе де жалпы енді мамандармен бірге кеңесіп жаңағы жұмыс жасап жатсыздар ғой. Жалпы олардың пікірі қандай? Жалпы кәсіби, осы салада кәсіби деңгейге жету үшін қанша жыл уақыт керек деген сияқты ғой. Енді қараңыз, бұл триатлон деген спорт, бұл адамның бір жасына қарамайды. Мысалға бір күреске қарайтын болсақ, күрестен біздің жасымыз өтіп кеткен де. Біз қазір күреске баратын болсақ, бізден күрес шықпайды. Ешқандай да жарысқа да қатыса алмаймыз. Мына легкий атлетика деп айтылады, бұны жеңіл атлетика. Бұл спортта сіздің денсаулығыңыз барлығы дұрыс болса, бұл қатыса бересіз. Ең бастысы икемі келсе, қатысып жылдар сайын сіздің результатыңыз жақсы бола береді, былай айтқан кезде. Әлбетте спортқа қатысу үшін тренер керек міндетті түрде. Ілімі бар, жаңағындай барлығын баса беру керек, күштің бәрін жұмсай беру керек деген нәрсе жоқ. Мысалға менің тренерім Нартай деген жігіт, өзі жас жігіт. Осы Атырауда ең мықты жаңағындай триатлоннан бірінші орын алатын жігіт негізінде. Одан кейін Махамбет деген жігіт бар, жүзуден береді. Олар мүлдем адамды қинамайды. Кейбір тренерлерге барсаң, қинап бетін қайтып қалады ғой. Жоқ, бұлар жаймен береді. Олар айтады, жоқ, сіз неге қинайсыз дейді. Сіз үйреніңіз, денеңіз үйрету керек деп жаңағындай жаймен береді. Енді күшің тасып тұр, жаңағындай ары қарай тағы да жасайын да, менде күш қалып қалды ғой деген кезде айтады, жоқ, болмайды. Сіздің неңіз осындай деп, жаңағындай деңгейіңіз осындай деп береді. Ең бастысы бұл жерде енді салмақ тастау, салмақ тастағаннан кейін техника ғой. Техникаға үйретеді. Соның барлығын үйреніп алғаннан кейін одан кейін барлығы жақсы болады. Өте жақсы екен. Енді жалпы осы дін қызметкерлері, имамдардың арасында осы жарыста алғаш қатысқан өзіңіз болып тұр ғой, жалпы тәжірибеде бұған дейін қатысқан адамдар бар ма екен негізі? Енді марафондарда жүгіріп жатқан адамдар бар, жүгіретін имамдарымыз бар. Бізде Қанағат деген имамымыз бар, жүгіріп жүрген қазір. Ол өте жақсы формада негізінде, өткенде қарадым. Тағы да басқа да облыстардан имамдарды көрдім, марафонды жүгіріп жатқан. Бірақ енді Ironman'ді және де Oceanman'ді өткен имамдарды көрмедім енді. Бұлай жалпы енді әлемдік деңгейде көп шығар ондай адамдар, қатысады? Енді әлемдік деңгейден мен әлі байқамадым енді. Жалғыз өзім болған сияқтымын ғой, 91 мемлекеттің арасында. 91 мемлекеттен қанша адам келіп тұрсыңдар? 2000-дай адам. 2000 адам жарысты. Барлығы сол бір жолмен өтіп шықты, бір жолмен өтіп шықты. Жаңағындай енді ол жерде жаңағындай адам денсаулығы барлығы қаралады ғой, тексерістен өтеді. Ол жақта енді адамның денсаулығына бірдеме болып қалған жағдайда, мысалы жүзуде көбінесе болып қалады ғой. Сол кезде адам қолын көтеріп қалады. Сол кезде жаңағындай бірден құтқарушылар келіп оны алып кетеді. Бірақ енді ол медициналық көмек көрсетіледі. Көрсетіледі. Дер кезінде көрсетіледі. Енді көріп жаттық.
великтен құлағандарды көрдік, жүгіруде жүгіре алмай қалған адамдарды көрдік. Бірден көмектесіп жатты. Енді ол жерде кәдімгі жақсы тәртіптері өте керемет екен. Керемет, Наркес ұстаз, енді осы әлеуметтік желіде көргеннен кейін өзіңіздің аузыңыздан бір естейік деп шақырып осы сұхбатқа келіп жатсыз ғой. Шақырып жатырмыз. Көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алда осы жоспарларыңызға жетіңіз, әлде де биік белестерді бағындыра беріңіз дегіміз келеді. Енді біздің әңгімеміздің соңында осы әсіресе жастарға бір мотивация болсын, рухани әрі физикалық тұрғыда бір мықты адам болып қалыптасу үшін ең басты керекті бір 3 шартпен бөлісе кетсеңіз, қандай 3 кеңес бересіз? Біріншіден, енді қол бос болмау керек. Адамның қолы бос болса, ол басқа біреудің бақытына қарап, соны жамандап отырады, өсектеп отырады. Қашанда адамның қолы бос болмаса, ол жоспарлар қойып, өзін ғана ойлайтын болады. Сол себептен де қол бос болмау керек. Бір нәрсемен айналысу керек. Екіншіден, мына нәрсені түйгеніміз жақсы. Аллах тағала әрбір адамға оның істегеніне қарай, жұмысына қарай жемісін береді. Оны Құранда Аллах тағала айтып кеткен: "Уәллейса лил инсани илля ма саа". Адамның жасағанына қарай оның жемісі беріледі дейді. Аллах тағала бұны Құранда айтты. Бұған қарсы шықпайды Аллах тағала енді өзінің сөзінде. Сол үшін сіз қаншама тер төгесіз, қаншама еңбектенесіз, сол кезде береді. Сіздің қалауыңызға қарап бермейді. Кейбір адамдар айтады, қалау керек, бүйту керек. Жоқ, қалау емес бұл жерде. Қалау, ол болу керек, бірақ сонымен қоса еңбек, тер төгу керек, жасау керек. Сол себептен де ол еңбекті сырып тастап, былай диванда жатып, сен жете алмайсың ешқандай нәрсеге, жетістікке. Енді үшіншіден, Аллах тағала біздің жолымызды ешқашанда бөгемейді. Барлығымыздың жолымызды ашады. Осы нәрсені біз жақсылап түйсігімізге түйіп алсақ, Алла жайында қалай ойласаң, Аллах тағала солай болады дейді. Аллахым менің жолымды ашады, Аллахым маған осындай нәрселерді үйретеді десеңіз, Аллах тағала үйретеді иншалла. Сондай жақсы ойда болу керек әрқашанда. Ислам діні деген ол сондай тыйым салып тастайтын дін емес, керісінше адамды зиянды нәрседен тыяды, пайдалы нәрсеге үгіттейтін дін. Осы нәрсені білуіміз керек. Керемет, көп рахмет кеңесіңізге. Сәттілік тілейміз. Алдағы жаңа жоспарларыңызға жетуіңізге тілектестік білдіре отырып, бүгінгі сұхбатымыз осы жерден аяқталғанын айта кетейік. Құрметті біздің әлеуметтік желіде көрермендеріміз, бүгінгі сұхбатымыз ұнаса, пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер, әлеуметтік желіде жазылыңыздар, тіркеліңіздер, және де жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі біздің осындай сұхбаттарымызды жүздескенше аман сау.